Егер сіз бір күні осындай сезіммен оянсаңыз, оны ешқашан мән бермей жүре бермеңіз, өйткені бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Әрқайсымыздың басынан кем дегенде осындай бір рет жағдай болған. Қолыңызды немесе аяғыңызды майда инелер шаншып жатқандай сезінесіз, және ол дәл осы видеодағыдай көрінеді. Бұл құбылыс көп адамдарда жиі кездеседі, және өте жиі болады. Өзі қауіпті емес. Себебі бұл ұйықтап жатқанда қолыңызды қысып, қан айналымын нашарлатасыз. Әдетте таңертең бұл сезім басылады, бірақ ауыр жағдайларда болады. Медицинада мұндай диагноз бар. Сенбі түні салдануы деп аталады. Ол кезде жүйке соншалықты қатты қысылып қалады. Адам оянғанда қолын немесе аяғын мүлдем сезбей қалады. Бұл енді бірнеше минутта өтіп кететін шаншу емес. Кейде адамдар денесінің бір бөлігін апталап тіпті айлап сезбей жүреді. Сондықтан егер де түнде қолыңызда немесе аяғыңызда жағымсыз шаншу пайда болса, міндетті түрде қимылдап, сілкіңіз немесе басқа қалыпқа жатыңыз. Сонда ол әсер 10-15 минут ішінде басылады. Ал егер таңертең тұрғанда қолыңызды немесе аяғыңызды сезбей тұрсаңыз, шұғыл түрде дәрігерге қаралыңыз. Достар, осы видео туралы өз ойларың комментарий жазыңдар, достармен бөлісіңдер, маған тіркеліп қойыңдар. Сіздермен бірге болған қызық бар. Барлықтарыңызға рахмет.